теперь нам нужно вот это разогнать адреналин. Приготовились, максимально погрузили в себя, расслабили тело, поставили в удобную позицию руки. Жасөспірім қыздарымыз мына үлкен ересек құрамада, мысалы біздерде өздерінің әпкелерін телевизордан көріп жүрген болатын болса, қазір оларға бірге дайындалып, олар да сондай дәрежеге жететініне сенімді болсын. Біз осындай барлық үш жастың аға бапкерлерімен келісіп, осындай оқу жиын жаттығуын ұйымдастырдық. Бұл өте көп, пайдасы көп. Және үлкен әпкелері артында жақта осындай өсіп келе жатқан өздерінің болашақ қарсыластарын көреді. Олар да босамайды, мына қыздар болса алдағы уақытта кейіннен ересектер құрамасына ауысқан кезде үйреншікті өздерінің арғы қысылмай құрамаға сіңісіп кететін сенімдімін осыдан. Бұл сбор өте қызықты өтіп жатыр, бізге көптеген мотивация беріп жатыр, өйткені бұл жерде женщиналар жүр, бізге алдымызға мақсат қоюға мотивация. Біз өзіміздердің үлкендерімізден көптеген керекті советтер, сондай нелерді сұраймыз. Көптеген знаменитостер жүр, бізде өмірде олар олимпиадаларға барып келген, тренировкада қалай жұмыс істеу керек екенін, қандай құрал-жабдықтар алу керек екенін, тренерді ақылын тыңдау керек екенін, әкеміз екенін бәрін айтып отырады. Өте күшті сбор өтуде, көп тәжірибе алдым. Үлкен әпкелеріме қарап, солар сияқты болуға тырысамын. Кросс немесе походқа бірге шықсам, арттарынан қалмауға тырысамын. Әпкелеріміз бізге өздерінің жаңағы қолдау көрсетіп, өздерімен бірге алып жүр бізді. Керемет, өте керемет. Әпкелерімізбен бірге болған бізге ұнады. Енді арманымыз спорттың биігі, соңғы шыңы, олимпиада алдыны. Сол үшін олимпиадаға дейін тоқтамаймыз, еңбек етеміз. Күшіміз бар кезде осы спорттың артынан соңына дейін барып, жаңағы бір нәрсені бастағаннан кейін соңына дейін келтіру керек. Сол үшін осы спорттың бір нүктесіне барып, шыңына нүктемізді өзіміздің атымыз қалдыру. Парижден кейін кішкене 1,5-2 айдай іс-шараларға қатысып барып бері. Бірақ арасында жаттығулар жасап жүрдім. Бірақ содан кейін 2 оқу жаттығу жиынына қатыстым, Қазақстан біріншілігіне қатыстым. Бұрынғы ескі салмақ 48-де бокстастым, сол жақта ел чемпионы атанып, енді қазіргі осы жаңа жылда бірінші оқу жаттығу жиыны өтіп жатыр. Енді алда мақсаттар көп, әлем чемпионаттары бар, соған дайындалып жатыр. Қазіргі таңда енді олимпиадаға 4 жыл бар. Әлі белгісіз қандай салмақтар болатыны, сондықтан қазіргі таңдағы ең бірінші мақсатым ол үш дүркін әлем чемпионы атану дедім ғой. Сол үшін еңбектеніп жатырмын. Бұған дейін енді 248-де әлем чемпионы болған, сол жетістігімді қайталасам деген ойдамын. Бірлескен оқу жаттығу бірінші рет болып жатыр. Енді көп қыздар, кішкентай қыздар көп. Бізде кішкентай сборныйға келген кезде энергиямыз тасып, шулап сөйтіп жүреді, кішкене арасында ұрысып қоямыз оларға. Уақыт келе енді өсе келе, білесің, осы уақыт болса көбірек демалу керек деген сияқты. Енді олар әлі жас қой, энергиялары тасып тұр, сондықтан кішкене біраз базада шулы деп айтсақ болады. Бірақ жалпы қыздардың барлығы жақсы дайындалып жатыр, кішкентай қыздар болсын, жастар болсын, жақсы артымызда еріп келе жатқан жақсы қыздар көп. Қазір жаттығуларды арасында қарап тұрамыз өзіміз. Біздің сбордан өте күшті өтіп жатыр. У нас проходят очень сложные тренировки, которые подводят нас к большим стартам в этом новом году. В этом году у нас будет чемпионат мира, чемпионат Азии по молодежи. Очень большие старты, которым наш тренерский состав довольно-таки хорошо нас подводит. Проводим мы сейчас общий физический сбор, поднимаем физическую активность наших спортсменок. Первый сбор, где у нас совмещены 3 сборные, юношеская, молодежная и наша взрослая команда. Очень интересный опыт. И так скажу, что за нами идет очень большое будущее. Надеюсь, что в дальнейшем наши девочки будут показывать очень хорошие результаты, потому что очень сильный состав собрался здесь. Естественно, огромное спасибо всему тренерскому составу, потому что они именно нас подводят к нашим большим стартам.
үлкен жарысымыз биыл әлем чемпионаты бар, 2 әлем чемпионатына. Біреуі ИБАдан, екіншісі World Boxing. Қазір наурыз айында бірінші әлем чемпионаты болды, кейінен қыркүйек айында Ливерпульда, Англия, сол жақта болады жарыс. Сосын Азия чемпионаты, оған дейін жақсы бір шетелдік турниріміз жоқ. Қазір бірінші екі құраманың екі составы Странжада болады, Болгарияда сол турнирге қатысады. Ал әлем чемпионатына қатысатын қыздар Москвада Ресей құрамасы, Түрік құрамасы және Өзбек құрамасы 4 елдің арасында болатын оқу жиынына қатысып, 10 күндік сосын әлем чемпионатына барамыз сол жақтан. Чемпионат Азиядан жеңімпазым болдым. Я очень рада этому, очень долго к этому шла, много труда приложила. И, конечно, следующая ступень – это только начало нашего пути. Я очень хочу поднимать наш флаг на международных турнирах, на крупных турнирах, таких-то чемпионат мира, азиатские игры, Олимпиада. Но для этого нужно хорошо стараться, потому что очень большая конкуренция у нас сейчас в сборной. И просто так, конечно, ничего никогда не получалось, только труд. Я считаю, сила и труд, все перетрут, поэтому будем очень стараться в дальнейшем. Осы жылы енді біз қазір бірінші ай, үшінші айда бізде әлем чемпионаты. Ең басты сол дұрыстап жақсылап дайындалу, жарақатсыз ең басты. Сол әлем чемпионатында жақсы өнер көрсету, жалпы қыздардың барлығы соған дайындалып жатыр. Мақсатыма жету үшін еңбектеніп жатырмын қазіргі таңда. Енді жалпы қыздардан да басқа қыздар әлем чемпионы болса деген ойдамыз. Енді екі дүркін әлем чемпионы жоқ, екі дүркін әлем чемпиондар шықсын, әлем чемпиондар шықсын. Не ол қыздарымыз жақсы өнер көрсетсе, барлық қыздарға жақсы деп ойлаймын. Себебі құрама команда жақсы результат берсе, ол барлық қыздарға жақсы әсерін береді деп ойлаймын.